Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, жұп-жұмсақ, жасалуы оңай осындай 7 шелпектің рецептісімен бөлісемін. Ыдысымызға ұнымызды салып, үстіне тұзымызды, аштығымызды, қант және де 2 ас қасық қаймақ. Сонымен қоса бір жұмыртқамызды қоса отырып, қамырымызды бір араластырып аламыз. Үстіне 400 мг жылы суымызды 2-ге бөліп, қамырымызды илеп аламыз. Қамырымызды біріктіріп алғаннан кейін бізде кішкене жабысқақ қамыр шығады. Үстіне 2 ас қасық сұйық май қосып, қамырымызды 5 минуттай тағы қайтарып илейміз. Бізде 5 минуттан кейін осындай қамыр шығады. Осы қамырымызды ыдысымыздың бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз осылай көтеріледі. Нан тақтайымызға ұнымызды сеуіп, кішкене ұнымызға малып аламыз. Қамырымызды бірдей 7 бөлікке бөлеміз. Барлығын күлшелеп дайындап аламыз. Барлығын күлшелеп дайындап алғаннан кейін біз қамырларымызды шетінен бастап жайып шығамыз. Қатты қалың немесе қатты жұқа қылмаймыз, орташа қалыңдықта етіп жаямыз. Мінекей тағы біреуін көрсетейін. Барлық қажетті заттардың мөлшерін описаниеге жазып кетемін. Шелпектеріміздің барлығын жайып дайындап алғаннан кейін майымызды орташа отта қыздырамыз. Шелпектеріміз майымызға батып тұратындай етіп май құямыз. Қызған майымызға шелпектерімізді шетінен саламыз. 2 бетін сарғайта отырып пісіріп аламыз. Осылай 2 жақ бетін сарғайта отырып пісіріп аламыз. Және де пісіп болған шелпектерімізді салфеткаға немесе арнайы қағазға майын сорғызып аламыз. Шелпектеріміз осылай көмпейіп әдемі болып піседі. Жасап көріңіз, ас болсын. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар.